қаланың паркинг жүйесі мәселесін шұғыл шешу керек. Алматыда өткен кезекті жиында қоғамдық кеңес мүшелері осы түйіткілді талқылады. Олардың айтуынша, 1,5 жылдан бері Алматы паркинг компаниясы қала жұртшылығының талап өтініштерін қанағаттандыра алмай келеді. Тексере келгенде көлік тұратын орындарда бейнебақылау камераларының орнатылмағаны да белгілі болды. Демек, компания тұрақ үшін қаражатты ала отырып, көлік қауіпсіздігін сақтау ісіне қатысты жауапкершіліктен жалтарып отыр дейді қоғам белсенділері. Бұл өз кезегінде тұрғындар арасында наразылық тудыруда. Какими же правилами вы все-таки руководствуетесь? 2011 года или те, которые незаконно были зарегистрированы в 2017 году? На основании вот этого постановления незаконно были зарегистрированы изменения в правила парковок по всем абсолютно пунктам. Осылайша қоғамдық кеңес мүшелері, қала белсенділері компания атына өз наразылықтарын білдірді. Олар көлік тұратын орындардың барлығы дерлік бейнебақылау камераларымен қамтылуы керек деген 2011 жылы әкімшілік бекіткен ережеге де бағынбай отырған көрінеді. Мен машинемді қойдым, ақшамды төледім. Орналған орын бар тұратын. Мен соған алынамауым керек. Мен базарға барам, магазинге барам, 15 минут, 1 сағат болам, айналам, жүрем, келіп машинем орында тұру керек. Егерде менің машинем біреу сызып кетсе, біреу алып кетсе, ұрлап кетсе, оған жаңағы эксплуатирующий организация дейді, Алматы паркинг жауап беру керек. Олар ол жауапкершілікті өзінен алып тастап отыр. Біз оны жасамаймыз, өзің қара деп. Онда мен қалай? Ақшам төледім, машинем жолға қойдым. Өзім енді минут сайын жүгіріп отыруым керек пе? Ол дұрыс емес. Ол қоғамға дұрыс емес, елдерге дұрыс емес, ыңғайсыз нәрсе. Кеңеске арнайы шақырылған заңгерлер де мұндағы бірқатар ұйымдастыру мәселелерінің шешілмегендігін алға тартты. Құқықтық қақтығыстар орын алып, бірқатар заңсыздықтар тіркелген дейді. Со своей точки зрения. Менің ойымша, көлікті тұраққа қою кезінде ақша төлеуден бас тартқан жағдайда жазылып берілетін нұсқама заңсыз жасалып отыр. Өйткені ондай нұсқама заң бұзушылық кезінде тек автоматты тіркеу жүйесі болған жағдайда ғана беріледі. Ал олардың жүйесі автоматты емес. Мұнда планшет ұстаған адам тек көліктің бар жоғын тіркеп жүреді. Содан кейін бұл мәліметтер орталыққа жіберіледі. Дегенмен олардың көлік қоятын орындарында тіпті өлшеуіш құрылғылары да жоқ. Демек олардың жүйесі автоматтандырылмаған. Сәйкесінше олардың нұсқама жазуға құқығы жоқ. Алматы паркинг компаниясы өз кезегінде кеткен олқылықтарды ретке келтіріп, алдағы уақытта қоғамдық кеңес өкілдері тарапынан айтылған ұсыныстарды енгіземіз деп отыр. Олар болашақта ақылы автотұрақтар желісін ұйымдастыру мен кеңейту мәселелерін қолға алмақ. Да, здесь мы поработаем. Здесь я с вами согласна, мы улучшим это. У нас в планах развития тоже есть. Спасибо большое за предложение. Қоғамдық кеңес мүшелері алдағы уақытта ереженің бәрі заңды түрде өзгереді деп сендірді. Кеңеске бұл мәселе бойынша келіп түскен арыз шағымдардың барлығы ескерусіз қалмайды деп отыр. Сая Меңдеке, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.